Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай өте әдемі, ерекше пельмен немесе манты тиюдің өзгеше бір тәсілмен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап лайк басып, арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін жылы суымыздың үстіне жарты ас қасық тұзымызды салып толықтай араластырамыз. Енді осы құрғақ ұнымыздың үстіне бір жұмыртқамызды салып, толықтай қолымызбен араластырып, үстінен жаңағы тұз араласқан суымызды қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Видеоның төмен жағында описание бөліміндегі көрсетілген ингредиенттер бойынша жасасаңыз, қамырыңыз өте қатты не жұмсақ болмайды, орташа көлемде болып иленеді. Неке қолымызбен барлығын біріктіріп илеп алып, шамамен 15 минутқа тындыруға қоямыз. Біз оған дейін ішіне қосатын салмасын, яғни начинкасын дайындауға көшеміз. Начинкасын әрине өзіңіздің қалауыңыз бойынша дайындасаңыз болады. Мен ет, май және де осылай пияз қосып, үстіне тұз және де зира қостым. Осылай барлығын қосып дайындағаннан кейін жақсылап тұрып толықтай араластырамыз. Тұз жаңағы дәмдеуішіміз бәрі ыдырауы керек. Неке барлығын араластырып дайындап алдық. Енді қамырымызды жаюға көшеміз. Мен осылай екі бөлікке бөліп алдым. Әрине өзіңіздің ыңғайыңызға қарай. Менде оқтауым кішкентай болғандықтан осылай екі бөлікке бөліп, екі жайма жаямын. Неке достар, құрғағын сеуіп, осылай оқтаудың көмегімен жұқалап жазамыз. Осылай жаймамызды жайып дайындап алдық. Шамамен қалыңдығы осындай болады. Өте қалың емес, өте жұқа емес. Жұқа болса жыртылып кетуі мүмкін. Енді оқтауымыздан неке көріп отырғандарыңыздай осылай түсіреміз. Осылай бірінің үстіне бірін бүктеп дайындап алдық. Бұл дегеніміз біз кесуге ыңғайлап қойғанымыз. Неке осындай бөліктерге бөліп. Енді бұны да кішкентай 4-5 бөліктерге бөлеміз. Барлығын бірдей бөліп алу үшін осылай бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Осылай бірінің үстіне бірін қойған кезде қамырыңыз жабысып қалмасын, арасына құрғақ ұн себуді ұмытпаңыз. Неке достар, 4 бұрыш етіп 4 жақ бұрышы да бірдей болу керек. Осылай 4 бұрыштап кесіп дайындап аламыз. Жаймаңызды жайған кезде тағы да естеріңізге салайын, құрғақ ұн себуді ұмытпаңыздар, жабысып қалуы мүмкін. Енді бұны түйуге көшеміз. Осылай ішіне начинкамызды, салмамызды салып, бір жақ бетіне қарай бүктеп, толықтай жабыстырып, неке бір жағына қарай. Неке видеода түсінікті деп ойлаймын, мұқият қараңыздар. Неке достар, жасалу жолы қиын емес, өте оңай. Тағы да бір рет қараңыздар, барлығы түсінікті, өте оңай, қарапайым, бірақ өте әдемі. Толықтай жабыстырыңыздар, піскен кезде ашылып кетпейтіндей. Неке өте әдемі, керемет болып дайындалып жатыр. Тура осылай барлығын бір келке етіп түйіп аламыз. Достар, қараңыздар, өте әдемі, екі қос пельменді бір-біріне қосып қойғандай болып тұр. Өте әдемі. Енді барлығын осылай түйіп дайындап алғаннан кейін мантаваркада шамамен 25-30 минутта пісіріп аламыз. Осы әдіспен түйіп ары қарай пельмен ретінде де қайнатуға болады. Неке достар, біздің мантыларымыз дайын болды. Өте әдемі, өте дәмді болып піскен. Жасалу жолы өте қарапайым және де әдемі. Сондықтан осы рецепт арқылы міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео рецепт ұнаған болса, немесе осы видеоның соңына дейін қараған болсаңыз, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.